Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан сықылды. Оны жинап алып, халқының қолына беру біздің әрқайсымыздың азаматтық борышымыз деген екен көрнекті ақын Сәкен Сейфуллин. Армысыздар, құрметті көрермен. Біз бүгінгі тақырыбымызды жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығына арнамақпыз. Өлең сөздің дүлдүлі жыршы ақын Жамбыл Жабаев 1846 жылы Жамбыл тауының етегінде Жапа деген кісінің отбасында дүниеге келген. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ақ таныла бастайды. Ақын шығармашылығын сөз еткенде, оның ерекше үш қасиетіне айрықша тоқтала кеткеніміз жөн. Оның біріншісі, айтыс өнерінде ешкімге дес бермеген айтулы өнері болса, екіншісі, ежелгі шығыс пен қазақ, қырғызға ортақ ерлік, батырлық жырларын жатқа айтуы. Және ақынның қос ғасырда өзі көзбен көрген, көкейіне түйген заманның әр кезеңдеріндегі дүбірге толы ұлы оқиғаларға үн қосуы. Жамбыл негізінде бір ғасыр жасаған адам. Кез келген мына адамның өзі, пенденің өзі. 90 жасап, 80 жасап ақ кейбір адамдар алжып сөзден жаңылып қалады. Ал бұл кісі 99 жасап, сөздің арасынан қыл өтпейтіндей болып, керемет жады сақталып, бұл өмірден өткенше ән жыр айту мінетті. Бұл адамға берген ерекше құбылыс. Мұхтар Әуезов айтқан, бұл кісінің мына феномендігі сонда, миында миллиондаған жол жырдастандар жатталып баған деп. 1916 жылғы ұлт азаттық қозғалысына Жамбыл ақын белсене қатынасты. Патша жарлығына қарсы көтерілген халықты қолдап, патша әмірі тарылды, зілді бұйрық, толғау атты өлең толғауларын жазды. Аталған шығармаларында ақын елдің наразылығын ашық айта білді. Жайылым жерлерден айырылған қазақ бұл тұста елден үдере көшіп, Қытайға, Моңғолға жер ауып жатты. Жамбыл өз кезінің билік басындағыларының халық қамын ойламайтындығын, әділетсіздігін, парақорлығын, екіжүзділігін әшкерелеп, көптің алдында беттеріне басады. Мұндай өлеңдерінің тілі уытты, мысқыл, сатираға толы болып келеді. Жамбылдың Сәт Сайланарда, Шалтабайға, Мәңке туралы, Қалиға сияқты өлеңдері сондай шығармалар. Бұл кісінің шіркін әттең мына өлең жырлары. Өлең жырларын біз 30-дағы орда бұзатын кездегі, 40-дағы қырқаға шыққан кездегі, 50-дегі семсер кезі, 60-дағы адуын кезіндегі, мына сол 70-дегі кезеңдеріндегі сол толағай теңіз өмір бойы айтқан өлеңдерін жазып жаттап алып қаламадық. Біз әбден жағы 90-ға таяған кезде, Мәскеуге барып бақ қонған кездегі, содан соңғы бір 10 жылдың жүзіндегі ғана өлеңдерін жинап алып қалдық. Ел басына күн туған кешегі Ұлы Отан соғыс кезінде майдандағы жауынгерлерге, жау қоршауында қалған ленинградтықтарға, өзге де майдандағы солдаттарға ерекше рух тартқан өлеңдер жазды. Жамбыл қазақ халқының лирикалық, философия және шешендік сөздеріне өлшеусіз үлес қосқан ұлы ақын Мұхтар Әуезов. Отан соғысының қан майданында баласы Алғадай қайтыс болғанда қарт ақын бар шерін өлеңмен шығара білді. Ақынның ұлы Алғадай мерт болғанда Алатауды айналсам, Алғадайды табам ба, Сарыарқаны сандалсам, саңылағымды табам ба деп айтқан жыры бүкіл қазақ даласына кең тарады. Жамбылды нағыз ақын ретінде байтақ елге танытқан өнері оның айтыстары. Осының қай-қайсысында да Жамбыл өзінің нағыз кестелі сөздің шебері, ұшқыр ойлы, тапқыр шешен екендігін көрсетеді. Жамбыл атамда керемет күйші болған. Бұл мысалы Қырғыздың Мұраталы деген атақты біздің Құрманғазы деңгейлес атақты күйшісімен күй жарысқан. Керемет күйлер шығарған. Терме күйлер. Қазіргі кезде 30-ға тарта күйлері бар. Жамбыл жас күнінде Сүйінбай Аронұлын баталады. 20 жасында сол кездің атақты ақыны Жаныспен айтысып, оны жеңеді. Әлгі менің пірім Сүйінбай деген өлеңін Жамбыл осы Жаныспен айтысқанда айтады. Жамбылдың атақты Айгүміспен айтыста осы тұста болды. Одан кейін Алматыда Абайдың баласы Әбдірахманның қайтыс болуына байланысты көңіл айтуы, өсиет, әділдік керек халыққа, Кәрібайдың төбеті тәрізді белгілі өлең толғаулар туады. Сен бедің дулат батырың, мен едім Жамбыл жақының, шапыр аштым мен едім,
Өй, ерегіскен дұшпанды тастырған қара секедей тоқытып қана тастаған. Бойымда бар еді бірлігім, есімде бар еді тірлігім. Оу, ел шетінен жау тисе, ел намысын сақтаған батыр туған кім еді? Ерлікпенен көрініп, ел шетінен жау қуып, батыл туған кім еді? Қалың жаудан қаптаған, қайысып беті қайтпаған, ел сүйіп мақтаған, ел тыныштығын сақтаған ардагер батыр кім еді? О, ұстататын шетің жоқ, ұялатын бетің жоқ, орыстар салған маядай. Жамбыл мен Құлманбеттің айтысы айтыс жанрын биік белеске көтерді. Бұл мезгілде егде тартқан арқаны жетісуды сыр бойын аралап, талай айтысты жеңген дүлдүл ақын Құлманбет алдына жан салмай, даңқы аспандап тұрған. 1881 жылы Іле бойындағы үлкен бір жәрмеңкеде 9 ақынды бірдей жеңіп, мерейі асып, судай тасыған Құлманбет Жамбыл табалдырықтан аттай бергенде домбырасын қолына ала салып, болғанда мен ақсұңқар, сен бір тауық, сен әтеш айғайлағыш, ауық-ауық. Болмаса ат шыққан сүйінбайың, басқасын қою керек, жылы жауып деп. Жамбылды бір жолата тұқыртып тастамақ ниетімен киім кетігін санамалай жөнеледі. Айтыскерлердің ежелгі әдетімен елінің атқа мінерлерін, бай манабын мақтап, Жамбыл жағын тұқыртып ебеулейді. Құлманбет кеуделеп, екпіндеп, елінің байлығын тізбелеп бақтауға көшеді. Мұндайдың талайын көрген өжет Жамбыл бойын тез жиып, аға ақын күтпеген, әрбір ақын өз руын мақтайтын үйреншікті ескі сүрлеуге қарсы жаңаша әдіске көшеді. Өлеңнің түрі мен ырғағын құбылта, құйғылшыта келіп, жаңаша тосын соқпаққа түседі. Адамдықтайды, ерліктайды, батырлықтайды, ер бірлігін сақтаған татулықтайды. Қарынбайдай сараңдар толып жатыр, оны мақтап әуре болмай, жөніңе қайт дейді. Жамбыл кісілік, батырлық, елдік жоқ жерде адам мен мал басының көптігінде ешқандай қасиет болмайтын қисынмен дәлелдейді. Қарсыласын салмақты уәжбен тұқыртып алған соң, оның мақтаған байлары мен саудагерлерінен гөрі елді қорғап өлгеннің арманы не, қалың қазақ құрметтеп, соңын өргендеп, сұраншы сауырық батырларды жырлаған жөн екендігін қаперге салады. Ақын тілінің өткірлігі, қысылтаяңда тапқырлығы, тезде ұтқыр жауап беру арқылы бағаланады. Ол әріптесін күлкі, сықақ отына бөлеп, өзі байсалды, ұстамды болуға тиіс еді. Мен осының барлығын үйрендім. Қазақ және қырғыз даласының көптеген қартта даңқты ақындарымен кездестім. Ақынның жалған айтып, екі жүзді болмауға тиіс екенін ұғып, тек шындықты жүреттім. Жамбыл Жабаев. Жамбыл өлеңдері көпке мәлім шындыққа, нақты деректерге негізделген. Бұл айтыста Жамбылдың уәжді сөздеріне қарсы қисынды ештеңе таба алмаған Құлманбет айтысты доғаруға мәжбүр болады. Жамбылдың Құлманбетті жеңуі, ерлікті, жауынгерлікті көксеген ақынның өз рухының биіктігі. Бірақ айтыстан кейін де екі ақын бірін-бірі құрметтеп, ардақтап өткен. Бұл кісі мына Құлманбетпен атақты Құланаян Құлманбетпен 9 ақынды бір тойда жеңіп отырған дәулескер, аузымен құс тістеген, алдына ешкімді шығармаған, дара келе жатқан Құлманбетті бас жеңгенен кейін қырғыз қазақта бас ақын боқпаған. Оған қарсы ешкім айтысқа келмеген, пәрменіне шыдамаған, екі сөзден ұтып отырған. Бұл шашасына шаң жуытпаған атақты айтыскерлігін танытады. Атақты Бақтыбай ақынмен кездескенде де Жамбыл қаздай қалқып ерінбей, өлең тердім жасымнан, майгөт ақын Құлманбет орын берді қасынан деп, аға ақынның есімін құрметтеп, ардақтап ауыз қалады. Қорыта келгенде айтарымыз, жыр алыбы Жамбыл жырлары халықтың ғажап мұрасы ретінде қазақ әдебиетінен ойып орын алатын асыл мұра. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болайық.